Сәлем балалар! Бүгін біз жануарлар әлеміне саяхат жасаймыз. Мына қой, ол маңырапты. Қой бізге жүн, сүт береді. Қой! Қараш, сиыр шөп жеп жатыр. Сиыр біздің үй жануарымыз. Сиыр. Мынау ешкі. Қараш қалай маңырайды. Ешкі де біздің үй жануарымыз. Ешкі! Сен атқа шын мініп жүрсің бе? Менің тұлпарым бар. Жайлауда серуендейміз. Атқа міну керемет. Бұл не әже? Бұл шұбат. Түйенің сүті. Дәмі қандай? Шұбат күш береді. Түйе. Ақтөс, қайдасың сен? Ол біздің досымыз. Ол біздің үйімізді күзетіп жүр. Ит адамның адал досы. Қараш, біздің мысық қандай сүйкімді. Ол әр таң сайын мияу деп оятады. Мысық тышқан аулайтын батыр ғой. Балалар, енді біз орманда өмір сүретін жабайы жануарлармен танысатын боламыз. Қараш, анау секіріп жүрген не өзі? Ол қоян ғой. Ол орманда тұрады, тәбіз жақсы көреді. Қараш, бұл түлкі емес пе? Оның себеті бар. Мен ормандағы ең қу жануармын, түлкі. Қараш, аю бал жалап отыр. Ол мейірімді сияқты, қорықпай-ақ қой. Аю орманда тұрады, бал жақсы көреді. Аю. Әй, мынау қасқыр ғой. Балалар, мен қасқырмын, сіз қошаңмын. Қараш, анау не? Ол арыстан. Аң патшасы. Ол орманда өмір сүретін аң. Арыстан. Қараш, қандай үлкен жануар. Бұл філ. Ол өте сабырлы және мейірімді. Філ. Қарашы, анау жолбарыс қой. Бірақ ол қорқынышты емес екен. Бүгін үй жануарлар мен жабайы аңдар туралы білдік. Келесі қызықты видеода кездескенше.